Сәлем, менің сүйікті көрермендерім, мен Алтын. Бұл видеомыздың соңғы бөлімі болатын. Бұл видеода аяқ киіміміздің қалай аяқталу барысын сіздермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Комментарий қалдырып, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісіп отыруларыңызды сұраймын. Ең бастысы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Бұл видеода аяқ киімімізді тоқып аяқталады деп отырмын. Жақсылап үйреніп алыңыздар. Бұл аяқ киім қалай тоқылып аяқталуын сіздерге үйрететін боламын. Ендеше кеттік. Мінекей моншағымызды өткізіп алған моншақтарымызды осылай екіден арасына бір қызыл моншағымызды жіберіп, екі жағына екі ақ моншағымызды осылай жасау арқылы жалпақ өріммен басталады. Бұл өзгеше. Алданғы видеоларда бұндай тоқылуды сіздерге көрсетпеген болатын. Мұқият қарап үйреніп алыңыздар. Екі моншақтан кетіп жатыр. Осылай ортасына қызыл моншағымызды, осылай жалпақ өрімді бір оң жақтағы жібіміз үстіне, сол жақтағы жібімізді астына келтіру арқылы кезек-кезек екі-екіден тоқып отырамыз. Алдыңғысында оң жақтағы жібімізді үстіне қойған болатынбыз. Енді сол жақтағы жіпті үстіне қойып, оң жақтағы жібімізді астына қоямыз. Кезек-кезегімен осылай екі-екіден тоқимыз. Мінекей 9 қатар өткізіп алдық. Енді астындағы қосымша жібімізді осылай бір-біріне айқастырып, бірге тоқып шығамыз. Өйткені бұл бізде аяқ киіміміздің ілгіші болады, бекітпесі болады. Осылай. Бұл жерде біз моншақ қолданбаймыз. Тек қана жібімізбен ғана тоқып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бұл енді қанша жалпақ өріміз тоқисыздар, ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша болады. Енді екінші жағының жібін тоқимыз. Екінші жағының жалпақ өрімін жасаймыз. Бұл жағына моншақ өткізбедік. Әрине бұл бекітпесі аяқ киіміміздің. Енді ілмек бізіміздің көмегімен астынан жібімізді, артық жібімізді осылай астынан алып өткізіп отырамыз. Өйткені біз бұл жалпақ өрімнің бітірдік бекітпесін, сондықтан біз кесіп тастауымыз керек артық жіптерін. Артық жібін кесіп тастаймыз. Бұндай жібімізді біз міндетті түрде күйдіріп отырамыз. Күйдіріп, астына қарай ерген соң басып тастаймыз. Сөтілмейді. Өте әдемі болып шықты бізде бекітпесі. Енді бекітпесінің екі жағындағы екі қатар жібінде біз моншағымызды өткізетін боламыз. Ұзындығын әрине өздеріңіз белгілейсіздер. Әрине өте қатты ұзын болып кетпеу керек. Өйткені ұзын болып кетсе, аяқтарыңызға оратылып, немесе аяқтарыңыздың астына қарай басылып, сондай мазаларыңыз кетуі мүмкін.
ұшын күйдіреміз міндетті түрде. Неге? Осылай болады, біз байлаймыз жібін. Кішкене қысқарақ қып байлауларыңызға болады. Өйткені мен қазір осылай байлап қойдым. Өздеріңізге кедергі жасамау үшін кішкене қысқарақ қып байласаңыздар болады. Аяқ киіміміздің алдыңғы жағын әлі өткізбедік. Енді сіздерге сабақ болғандықтан осылай міндетті түрде сіздеріңіздің алдыларыңызда өткізуім керек. Сондықтан әрине сабаққа осындай қойып қойдым. Осылай мінекей табанның екі жібінен аласыздар. 3-3-тен өткізесіздер. Екінші қатарымыздың жібінде осылай 3-3-тен өткіземіз әрбір қатарымызды. Енді осылай қаттырақ тартамыз. Өте әдемі болып шықты аяқ киіміміз. Мінекей моншақтарымыз қандай үйлесімді. Аяқ киімімізді осылай бекітіп аламыз. Бекітпес бұрын алдымен аяқтарыңызға киіп, өлшеп көріңіздер. Егерде бұл жерде аяқтарыңызға тар болып, немесе үлкен болған жағдайда алып тастасаңыздар, немесе қосып тоқсаңыздар болады қосымша. Егер бекітіп алғаннан кейін тар болып жатса, ол кезде кеш болады. Алдын ала осындай бекітетінен бұрын аяқтарыңызға киіп, өлшеп алғандарыңыз абзал. Енді біз осындай ілмек безімізді және майшамызды дайындап аламыз. Осы жіптердің аралығынан осындай табанның астына қарай жіптерімізді өткізетін боламыз. Өйткені бізде мына табанның жібі кішкене қанша дегенмен де нашар болуы мүмкін. Сондықтан табанның астына қарай өткізіп, ілмек безіміздің өстіп қыздырып аламыз. Қыздырып алғаннан кейін табанымызды астына қарай күйдіріп өткіземіз. Барлық жіптерімізді, неге бірінші қатар, бізде 3 қатар бар, 3 қатарға 3 мынандай тесіп аламыз табанның астын. Сонан кейін жіптерімізді бір-бірлеп өткізетін боламыз. Неке барлық жіптерімізді осылай жартылай өткізіп алдық. Енді шатастырып алмай бір-бірден тартамыз. Неке бір-бірден тартып отырамыз. Осындай табанымыздың өткізіп алғаннан кейін жіптерімізді мықтылап тартып алдық. Осындай 1 сантиметрдей қалдырамыз жібімізді астынан. Қалдырған жіптерімізді табанның астына қарай күйдіріп аламыз.
мінекей осылай күйдіріп аласыздар. Бұл сіздерге еш кедергі етпейді. Әрине табанның астында болғандықтан көрінбейді. Бір-бірдеп осылай күйдіріп аласыздар. Мінекей сіздермен бірге әдемі аяқ киімімізді аяқтадық. Өте керемет әдемі шықты деп ойлаймын. Сіздерге ұнап жатса каналға тіркелуді ешқашан ұмытпаңыздар. Пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Мен тағы да басқа да әдемі аяқ киімдердің тартылу барысымен бөлісетін боламын. Келесі видеомызда кездескенше қош аман болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.